Сәлем достар, мен бүгін мантының формасын осындай биік әдемі етіп жасайтын лайфхакпен бөлісетін боламын. Алдымен лайк басып, каналыма тіркеліп, колокольчикті басыңыз. Бүгін екі түрлі қылып бүгемін. Алдымен фаршты әдеттегідей қылып орналастырып бүгіп шығамын, және де екінші жаңа лайфхакты жасап көрейін. Қалай болып шығар екен, салыстырып көрейік. Фаршымның көлемі өте аз болғандықтан капустаны майдалап тұрып, пиязбен бірге мыжғылап салдым. Мантыңыз өте сочный болады. Енді жаңа әдіспен бөлісейін. Фаршты қатты мыжғыламаймыз, мыжбаймыз. Жай ғана шарик формасына келтіріп, екі қолдың көмегімен қамырға орналастырып бүгеміз. Бұл әдіспен бүгілген манты қалай болып шығар екен? Қызық болса, видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Міне мантымыз пісті. Бұл жаңа әдіспен бүгілген манты. Қараңыздар, формасы биік, өте әдемі, көлемді болып тұр. Ешқандай жайылып кетпеген, мыжылмаған. Тарелканың сол жақ бөлігінде бұрынғы әдіспен бүгілген манты. Қарап тұрсаңыздар, кішкене жайылған. Оң жақ бөлігіндегі жаңа әдіспен бүгілген кішкене формасын сақтап тұр. Енді ішін қарап көрейік. Оң жақ бөлікте жаңа әдіспен бүгілген манты. Ешқандай ортасы піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Фарш өте сочный, дәмді, әрі жақсы піскен. Сіздерге де осындай әдіспен жасап көруді ұсынамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.